Құрметті ата-аналар, өздеріңізге белгілі 21-31 наурыз көктемгі каникул уақыты. Бұл уақытта балалардың денсаулығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету біздің ортақ міндетіміз. Осыған байланысты балалардың өміріне қауіп төндіруі мүмкін жағдайлардың алдын алу үшін келесі қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауды сұраймын. Балаларды ересектердің қарауынсыз өзен көлдерге, арықтар мен су арналарына жібермеңіз. Көктем мезгілінде су деңгейінің көтерілуі, мұздың еруі балалар үшін аса қауіпті. Мұз кептелісі болған жерлерге жақындау, бұзылып, құлайын деп тұрған тік жағалауда тұру, көпірлерде, бөгеттерде және бөгеулерде жиналу, жағадан мұзды итеру балалар өміріне тікелей қауіп төндіреді. Сондықтан оларды қатаң бақылауда ұстаңыз және су маңында ойнауға тыйым салыңыз. Жол қозғалысы қауіпсіздігін сақтау да өте маңызды. Балалардың көшеде қараусыз қалуына жол бермеңіз. Жаяу жүргіншілер жолын пайдаланбау, бағдаршамға бағынбау, жол көлік оқиғаларына себеп болуы мүмкін. Балаларға тек белгіленген жаяу жүргінші жолмен өту керектігін ескертіңіз. Көлікпен тасымалдау кезінде сақ болыңыз. Сонымен қатар, құқық бұзушылықтың және келеңсіз оқиғалардың алдын алу үшін жасөспірімдердің түнгі уақытта көшеде ересектерсіз жүруіне жол бермеңіз. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес түнгі 23:00-ден кейін ата-анасының қарауынсыз жүрген кәмелетке толмағандар үшін жауапкершілік қарастырылғанын ескеріңіз. Бала өмірінің қауіпсіздігі өз қолыңызда. Барлық аталған қауіпсіздік шараларын сақтау біздің балаларымыздың денсаулығы мен амандығына кепілдік береді.